Я все равно женюсь на тебе. Бәріңе сәлем. Алдыңғы шығарым сіздерге ұнады деген ойдамын. Ендеше бүгінгі топтамада көретіндеріңіз: мистика, триллер, детектив жанрынан шаршасаңыз, 25-21 дорамасын көріп демалуға кеңес беремін. Өзіне сенімсіз, өмірлік мақсаты жоқ кеменшенің анасымен қарым-қатынасы нашар. Өз заманда үлкен жетістікке жеткен әжесінен ақыл сұрауға барғанда анасының күнделігін тауып алады. Менше күнделік арқылы анасының бүгінгі жетістігіне қалай жеткен махаббат оқиғасын біледі. Жалпы дорамада кездесу, қоштасу, араздық, достық, спорт пен журналистика шыңдарын бағындыру оқиғалары қамтылады. Әлеуметтік өзекті мәселелерді қамтитын драма жанрындағы ювенальный суд дорамасы жасөспірімдердің қылмыстық істері жайында. Осы сериалдан кейін сіз қауіпті қылмыскерлердің қарапайым адамдардың арасында жүріп, соншалықты қатыгез болуы мүмкін екендігіне көзіңіз жетеді. Қылмыскерлерге қатал жаза қолданатын сот орындаушысы Симон Сот осындай қылмыстың құрбаны болған. Младший сын семьи Чеболи. Көпшіліктің сүйіктісі, танымал актер Сон Джун Ки сомдаған бұл дорамада мұрагерлік үшін бәсеке, кек, отбасы құндылығы, адамдардың ақшаға көзқарасы сынды тақырыптар қамтылады. Корея елінде ауқымды бизнесі бар отбасы мүшелерін чебол деп атайды. Осындай ауқатты отбасының компаниясында ұзақ жылдар бойы жұмыс істейтін Юн Хёну байқаусызда сатқындықтың куәгері болады. Сондықтан оны өлтіруге бұйрық беріледі. О дүниелік болған Юн Хёнудың жаны сол чебол отбасының кенже ұлына қонады. Ендігі оның әрекеті қандай болатынын дорамадан көріңіздер. Жаныңыз романтиканы қалайтын болса, 12 серияны бір демде көретін, әр бөлімі махаббат пен комедияға толы деловое приложение дорамасын ұсынамыз. Құрбысының орнына кездесуге барған Син Хари сол жерде өзінің бастығын, әрі өмірлік махаббатын кездестіретінін мүлдем ойламаған. Әр кездесуде түрлі комедиялық жағдайға тап болатын бұл жұптың шынайы сезімі сіздерді таңғалдырары сөзсіз. Необычный адвокат Уйону Кореяда шыға салысымен дорамалар арасында рейтингі бойынша бірінші орынды иеленді. Бұл сериал ерекше диагноз қойылған адамдардың толыққанды өмір сүруі, ортаға бейімделуі жайында. Басты кейіпкер Уйонуға аутизм диагнозы қойылғанымен, ақыл-ойы, керемет есте сақтау қабілеті жоғары дәрежеде шыңдалған. Адам құқығы мен заң туралы оқиғалар оны әрдайым қызықтырады. Уйону оқуын аяқтаған соң біраз кедергілерден өтіп, заң фирмасына жұмысқа тұрады. Дораманың әр сериясы кейіпкерлерді жаңа қырынан көрсетіп, қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі жандарға деген көзқарас, достық пен ақша, ата-ананың балаға деген амбициясы, тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелерін қозғайды. Назарларыңызға рахмет. Біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.